Саламатсыздар ма, құрметті конференция қатысушылар? Саламатсыздар ма, құрметті конференция қатысушылар? Бүгінгі тақырыбымыз Тынышпаев атындағы Алматы облыстық тарихи-өлкетанылық музей тарихи жадының өңірлік бейнесіне коммеморация нысаны ретінде. Негізгі мәселеміз алып тұрғандай өзіміз, яғни Тынышпаев музейін алып отырмыз. Бұл коммеморацияны жалпы тарихи жадының өңірлік бейнесі ретіндегі коммеморация нысаны ретінде қалай көрсетуге болады? Бұл жерде негізгі, яғни біздің тоқталатынымыз бұл музей және мектеп. Музейіміз атап өттік. Себебі музей бұл тарихи кезеңдердің 5 кезеңінде бөліп көрсетіп, 5 залға бөлініп, және бұл Жетісу өңіріне өткен тарихи оқиғалар туралы сипаттап көрсетеді. Ал мектеп қалай байланыстыратын болсақ, тарихи жадының өңірлік бейнесі ретінде біз мектепті алып отырмыз. Себебі оқушылар арқылы осы музейге барып, олардың осы тарихи кезеңдерді көрсету арқылы тарихи жадысының қалыптасып, және де коммеморациялық нысан ретінде атап өтуге болады. Негізі бұл мәселеге тарихи жады мәселесінің жалпы жады орны туралы атап өтеді. Ең алғаш Пернараның әрине де негізгі теориясына сүйенеміз. Жалпы Пернараның теориясы негізінде біз бүгінгі таңда осы коммеморациялық тәжірибелердің жасалу жолдарын, оларды белгілі бір нысан ретіне, болмасын бұл музей, болмасын белгілі бір ескерткіштер арқылы оқушыларға түсіндіріп жеткізу. Ендігі тарихи жадының өңірлік бейнесінің коммеморация нысаны бұл екі мәселе: музей және мектеп. Жаңағы Тынышпаев музейіндегі кімдерге арналады? Әрине бұл мектепте жаңартылған мазмұн бойынша орта білім деңгейде оқушыларға арналады. Ол сабақтан тыс немесе сыныптағы кезеңде қарастыру мүмкін. Ал қай жерге? Әрине экскурсия сабағы ретінде көрсетуімізге болады. Кімнің басшылығымен іске асырылатын болса, яғни негізгі теория негізінде жалпы бұл теорияның алған маңыздылығымыз елбасының алғашқы рухани жаңғыру бағдарламасы негізінде бастама алып, сол бастаманы жалпы мұғалімнің жоспары негізінде жүзеге асырылады. Бұл қандай теория және қандай тәжірибе негізінде жүргізіледі десек, тарихи жадының өңірлік бейнесі бұл коммеморациялық тәжірибе ретінде жүзеге асырылады. Оқушыда экспонаттарды көру арқылы жалпы есту, көру, жазу қалыптастыруға болады. Енді Мұхамеджан Тынышпаев атындағы Алматы облыстық тарихи-өлкетану музейі. Көріп отырғанымызда бұл музейге 5 залдан деп жоғарыда айтып өттік, яғни алғашқы залы бұл Жетісудың кезеңіне арналады. Оқушылар не түйе алады бұл жерден? Жалпы экскурсия сабағы ретінде көрсетіп отырғанымыздай, ең алғашқы Жетісу кезеңінде жалпы табылған археологиялық ескерткіш, болмасын жалпы Жетісудың кезеңін ойларына қалыптастырып сипаттай алады. Осы арқылы біз міне коммеморациялық тәжірибелерді көрсету арқылы бұл нысан ретінде қарастырылып, тарихи жадысын қалыптастыруға алып келіп отырмыз. Келесі музейіміздің екінші залында өлкенің көне және орта ғасырлық тарихи залы деп аталады. Бұл жерде орта ғасырлардағы Жетісу өңірінде болған мемлекеттерді, қалаларды көрсетіп, және де ондағы қолмен жасалған дүниені көрсету арқылы көзбен көру міндетті түрде оқушының есінде қалады, тарихи жадын қалыптастырады. Ал нысан ретінде көріністер өздерінің алдында тұр. Бұл теорияның негізінде балалар тарихи жадысы қалыптасады біріншіден, екіншіден коммеморациялық тәжірибелер іске асырылып, бұндай сабақтар арқылы үлкен жетістіктерге жете алады. Келесі зал этнографиялық және Жетісу патшалық Ресей кезеңіндегі зал деп аталады. Көріп отырғанымызда жаңа заман кезеңіне бет бұрып, жаңа замандағы көріністер, әлеуметтік жағдай, экономикалық жағдайын көрсете отырып, оқушы өзіне Жетісу өңіріндегі әсіресе патшалық Ресей кезеңінде деп алып отыр, өз өңірінің, өз өлкесінің, өзіміз айтқандай бұл өлкелік мәселеде коммеморациялық тәжірибелерді жүзеге асыра алатындығын көруімізге болады. Келесі үшінші залымыздағы келесі бөлім капиталистік қатынастардың, яғни даму арқылы біз білеміз бірнеше жәрмеңкелердің өту арқылы сауда-саттықтың дамуы, міне көріністегідей
яғни бала өз көзімен тақырыпты тек қана оймен сүймейді, сонымен қатар бұл жерде бәрін көріп өзі бойына сіңіре алады. Сонымен қатар төртінші залы кеңес дәуірі кезеңінде Жетісудың тарихы залы. Жалпы Жетісу тарихына қатысты көптеген мәліметтер берілген. Жетісу жерінен жалпы қандай да шыққан азаматтарға байланысты ол кісілердің еңбегі, ордендермен, яғни оқушылар осы дүниені көру арқылы өздерінің бойында көбінесе сабақта тек еститін болса, енді көру арқылы көптеген ой түйіндейді. Сонымен қатар міне коммеморациялық тәжірибелердің бір оңтайлысы көзбен көру арқылы тарихи жадының қалыптасуына бастама алуына болады. Келесі ол сол тағы да бір бөлімі 41-45 ұлы отан соғыс жылдарына арналған экспозиция. Тағы да атап өтерлік жайт, бұл Жетісу өңіріне қатысты. Өзінің өлкесінің, оқушы өз өлкесінің тарихымен танысады. Тек жалпы Қазақстан емес, сонымен қатар осы тек Жетісу өлкесіне арналғандықтан өз өлкесінің жалпы 41-45 жылдар кімдер қатысты, қандай ордендермен марапатталды, бұның барлығы тек тарихи жадымен қатар, яғни мәдени жады бізде бар, яғни коммуникативті жады, осы барлығы бір-бірімен байланысты болады. Соңғы залымыз Тынышпаев атындағы Алматы облыстық тарихи өлкетану музейі болып табылады. Бұл жерде сол 5-ші залында Тәуелсіз Қазақстан залы деп аталады. Тәуелсіз Қазақстан залында әрине бүгінгі таңдағы тәуелсіздік алғанымыздан кейінгі осы күнге дейінгі дүниелермен толтырылған. Ол жерде жалпы тәуелсіздіктің қалай келгені, кімдер елбасы, яғни қазіргі таңдағы елбасымыз туралы мағлұматтар ала алады. Қорыта келгенде жалпы музейдегі экспонаттарды көру арқылы оқушылар бойында эмоцияның, яғни терең орындалу эмоцияларын 3 түрінде көре алады. Яғни дененің экспонаттарды көру арқылы адам ішінен өзін жаңағы ойландыратын, толқитын мәселелерді өзін басу үшін 10 рет санап, немесе сыртқа шығып өз эмоциясын тежей алуы мүмкін. Екіншіден, экспонаттардың сүйектерді, ежелгі ыдыстарды, археологиялық ескерткіштерді көру арқылы қуану немесе ренжу, яғни белгілі, біздің Жетісу өлкесінде осындай да азаматтар болған екен ғой, осындай да қуанса, соңында жаңағы ұлы отан соғысында қайтыс болған кісілер, ашаршылықтағы дүние, бұның барлығы адам бойына ренжу эмоциясын алып келуі мүмкін. Үшіншіден, когнитивті эмоция, яғни ежелгі адамдардың өмір сүруін көре отырып, олардан да жақсы өмір сүрген деп өз-өзін өзгерту, немесе өз-өзін жұбатуға болады. Яғни адамдар басқа да осындай ыдыстарды, немесе осындай дүниені пайдалану арқылы көптеген жетістікке жеткендігін өз-өзін жұбата алады. Бұл, яғни терең орындалу эмоциясын бұл жерде үшеуінде орындалған. Яғни бала тарихи жадыны қалыптастырады, коммеморациялық тәжірибе арқылы, өлкенің әсіресе. Бұл Тынышпаев атындағы Алматы облыстық тарихи өлкетану музейі арқылы тарихи жадының өңірлік бейнесіндегі коммеморацияның нысаны ретінде алғанымыздың бірден бір себебін осылай түсіндіруге болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Мынаны енді записін естейміз дедік кеше. Үстіне кетіп қалды.